Балам, сен не туралы ойланып қалдың? Жаңа ғана нан туралы сөйлесіп едік. Бауырсақ қайдан пайда болады, анашым? Ал онда балам, сен маған нан қалай пайда болатынын айтып бер, содан кейін бауырсақ туралы сөйлесейік. Жарайды, анашым. Ал нан қайдан келді үйге? Дүкеннен келді нан сатқан. Дүкенге келді, қай жақтан? Наубайдан келді нан жапқан. Наубайдан келді, қай жақтан? Диірменнен келдім ұн тартқан. Диірменге келді, қай жақтан? Кенді атқан даладан келді. Ол қалай сонда? Жарана менің көсілген, диғандар мені бидай өсірген. Нәрлі отанымызға алғыс айтамыз. Ал бауырсақ балам, нан сияқты аштықтың негізіндегі ұннан жасалады. Бірақ сен қалай ойлайсың? Бауырсақ пен нанның айырмашылығы неде? Нан пеште піседі, ал бауырсақ майға қуырылады. Doğru oysun балам, ас болсын тамағын. Балаларда қазақша сөйлетейік.